Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala seyyidina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum құрметті қадірлі қалайық. Әзіргі кезде әлеуметтік жүйелерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арақты халал деп айтты дейді. Астағфирулла, бұл өте үлкен, бұл жала. Шариғатымызда халалды харам деген, немесе харамды халал деген ол кәпір болады. Ол діннен шығады. Мұна фатуаны жақсылап оқу керек. Ол фатуа құрамында спирті бар дәрі дәрмектерді қолдануға болама деген бұл сұраққа не фатуа шыққан. Құрметті қалайық, бірінші біз білейік. Мұнау харам деген не, нажас деген не? Көп деген халық осы харам мен нажасты ажырата алмайды. Харам деген шариғатымызда кескін дәлел мен тыйым салған нәрсені айтады. Ол харам құрметті болуы мүмкін, ол нажас болуы мүмкін, ол лас болуы мүмкін, ол мас қыла тұрған нәрсе болуы мүмкін. Мысалыға, Маккама Мәдинаны харамайни шарифайни дейміз. Харам, бұл құрметті, Алланың харамы, яғни ол жерде күнә істеу не болады? Тыйым салынған. Сол сияқты шариғатта айтады, Құран-ы Каримде, «Хуримат алейкум уммахату ва банатукум». Сендерге үйлену, аналарыңа, қыздарыңа үйлену харам болды, тыйым салынды деген сөз. Бұл деген сөз, анамыз, қарындасымыз нажас деген нәрсе емес қой. Осыны жақсылап түсініп олайық. Адамның етін жеу харам шариғатымызда. Неге? Өйткені адам құрметті, адамды нажас деп болмайды. Сол сияқты тоңыздың етін жеу харам. Ол не? Тоңыз нажас, лас. Оның таза жері жоқ. Тоңыздың ешбір нәрсесін қолданып болмайды. Енді қасқырдың етін, аюдың етін, түлкінің етін, жыртқыш жануарлардың, жыртқыш құстардың етін жеу харам. Бұл нажас емес, бұл лас нәрсе. Түйенің жаңағы аюдың, қасқырдың терісінен адам елеп киім кисе болады. Шошқардың еш нәрсесін пайдаланып болмайды, ол нажас қой. Сол сияқты құрметті жамағат, бұл арақ, бұл жағар жүзімнен жасалған арақ, бұл не бұл? Әрі харам, әрі нажас. Басқа спирттер бар, ол спирттерді ішу, ол харам, бірақ оны пайдалану, қолды сүрту, әзір кезде мұна антисептиктерді пайдаланып атырық. Бұл нажас емес, бұл харам. Антисептикті ішу не болады? Харам болады. Бірақ ол не? Нажас емес. Уды айтайық. Уда бұл не? Харам, бірақ нажас емес. Мұнау наша, оны шегу харам, бірақ ол не? Нажас емес. Осы нәрсені біз жақсылап түсініп алайық. Бір нәрсе болады, харам, құрметті болғандықтан ол адамның етін же ол харам, бірақ ол нажас емес. Екінші нәрсе харам болады, ол нажас болғандықтан, ол тоңыздың еті, ол харам, ол нажас. Үшінші лас болғандықтан болады, ол жыртқыш жануарлардың, жыртқыш құстардың еті, бұл лас болғандықтан, бұл харам, нажас емес. Төртінші мас қыла тұрған нәрселер, бұлар не? Харам. Мұнау спирт, бұл этилный спирт дейді ғой, бұл харам. Бұны ішу не болады? Харам болады. Бұны халал деген адам кәпір болады. Бірақ ол нажас емес. Оны қолды тазалануға, оны жаңа антисептик ретінде пайдалануға шариғатымыз не қылған? Рұқсат берген. Мынау әтірлер бар, исті сулар бар жаңағы, оған спирт қосылған. Оны үстіңе сепсең, оны не шыр? Оқас жоқ. Ол не? Кеуіп кетеді. Мына дәрілерге кейбір спирттер қосылады. Оны мас қылу мақсатында емес. Оның жаңағы ерту үшін, оның дәмі, иісі, түрі өзгеріп кетсе, жоғалып кетсе, о дәрілерді ішуге шариғатымыз не? Рұқсат берген. Құрметті қалайық, бұл нәрсені жақсылап түсініп, кейін барып біз сөйлеуіміз керек. Бұл ішімдіктер, бұның барлығы, мас қыла тұрған ішімдіктердің бәрі, бұл харам. Оны ішкен адам күнәһкар болады,
оны халал деген адам ол кәпір болады, ол діннен шығады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.